Сәлеметсіздер балалар? Сәлеметсіздер. Бүгін біз қазақтың ұлттық ойындарын ойнайтын боламыз. Балалар, сендер қандай қазақтың ұлттық ойындарын білесіңдер? Арқан тартыс жарайсың. Күресу жарайсың. Қаталапай. Жарайсыңдар балалар. Біз бүгін оқтау тартыс ойынын ойнайтын боламыз. Ол үшін біз екі топқа бөлінуіміз керек. Мен сендерге қазір асық таратам, соны таңдап аламыз. Балалар, ендеше жасыл түсті асық түскен балалар менің оң жағыма келіп тұрыңдар. Сары түсті асық түскен балалар менің сол жағыма келіп тұрыңдар. Балалар, қазір біз оқтау тартыс ойын ойнайтын боламыз. Ол үшін мен мына қызыл жолақты жерге қоямын. Және әр топтан бір бала ортаға келеміз. Жарайсыңдар балалар. Енді мына оқтауды екі шетінен ұстап, бір-бірімізге тартамыз. Оқтауды кім бірінші өзіне тартып алады, сол бала жеңіске жетеді. Алдылар. Балалар, бүгінгі оқтау тартыс ойынында сары түсті топ балалары жеңіске жетті. Келесі біз балалар қанталапай ойын ойнайтын. Балалар, қанталапай ойынын біз немен ойнайтын едік? Асық. Балалар, қанталапай ойынын дене тәрбиесінің нұсқаушысы Алмас Сәбитұлы түсіндіретін болады. Балалар, қанталапай ойынның шартын білесіңдер. Қанталапай ойынын кім бірінші бастайтын еді? Қанасығы кімде бар болса сол ойынды бастайды. Дұрыс айтасың. Кеттік, ендеше бастайық. Жарайсың, қызыл қанасығы табылды. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі ойынды жақсы ойнадыңдар. Жарайсыңдар балалар. Сендер оқтау тартыс ойынын ойнап, өздеріңіздің ептіліктеріңізді көрсеттіңіздер. Қанталапай ойынын ойнап, өздеріңіздің мергендіктеріңізді көрсеттіңіздер. Осымен балалар, біздің ұлттық ойынымыз аяқталды. Барлықтарыңыз жеңімпазсыздар.